Қазақ телефильм студиясы бар жоғы ширек ғасыр ғана өмір сүрді. Сол ширек ғасырдың ішінде ол жерде 300-ге жуық өте талантты режиссерлар, операторлар жұмыс жасады. 2000-нан астам деректі фильм жасады, бірнеше көркем телефильмдер жасады, балаларға арнап мультфильмдер жасады. Бұл енді 58 жылы өздеріңізге мәлім алғаш рет қазір Қазақстан ұлттық арна істеп жүрміз. Алматы телестудиясы шаңырақ көтерді. Содан кейін 60 жылдардың орта тұсында бұл қазақ телевизиясы, қазақ теледидары болып өзгерді. Мінекей сол 63 жылдан бастап Алматы телестудиясы деректі фильмдер түсірумен айналыса бастады. Бұның бастауларында Ескендір Тынышбаев деген үлкен кәдімгі ғұлама оператор тұрды. Болат Қабитов деген оператор, өзі сценарист, редактор. Одан кейін Әсіман Дүйімбаев деген жақсы бір оператор талантты ағаларымыз. Сосын бұларға басшылықты Тұрғанбай Мәткәрим деген 49 жылы Орта Азия және Қазақстан жастарының арасынан тұңғыш рет Мәскеуде факультет бітірген алғаш Тұрғанбай Мәткәрим бұларға жетекшілік жасады. Содан басталған мінекей ұзақ ғұмыр, 2000-нан астам деректі телефильм елдің шежіресін жасауға үлкен үлес қосты. Бұл жалғыз біздің елдің ғана емес, бұл жердің, өткеннің, бүгіннің, болашақтың, кешегі кеңестік кезеңдегі мәселен біздің елдің аумағындағы үлкен бір тарихи шежіре болып есептелді. Мен өзім 76 жылы университет бітіргеннен кейін журналистика факультетін өзімнің еңбек жолымды сол Қазақ телефильм студиясында бастадым алғаш рет. Сол кездің өзінде бұл Қазақ телефильм студиясында өте талантты адамдар жұмыс істеді. Тұрғанбай Мәткәриевтің өзі бір 15-20 жылға жуық жетекшілік жасады. Одан кейін Қасым Ахметов болды бұл жерде. Сосын Танаев Кәрім, Жақсыбеков Әбжан, сосын Тоқтырхан. Одан кейін ең соңғы Қазақ телефильм студиясының директоры Қажы Қорғанов деген кісі болды. Соныменен 94 жылы Қазақ телефильм студиясы өзінің өмір сүруін тоқтатты. Осы жақында ғана мен Қазақ телевизиясының көп томдығын 40 жыл болды қолға алып жасап жатқаныма, соның бір кітаптарын ақтарып отырған кезде ғайыптан ғайып болып бір көзіме осы 1969 жылы 3 қарашада Қазақ телефильм студиясының өмірге келген күн екен. Сол көзіме шалынды да, дереу жаңағы Сұлтан Оразалин ағамыз бар, Ғаділбек Шалахметов бар. Осындай қазіргі енді біздің телевидениенің абыздарына телефон шалып, мінекей енді Қазақ телефильм студиясының 50 жылдығы екен. Осы бір қолға алсақ, кітап дайындасақ, фильм дайындасақ, сол 300-дей адамнан бір 30-40 шақты ғана адам қалды қазір, көзі тірі. Қалғандары өмірден озғандары бар, шетел асып кеткендері бар дегендей, солардың бір басын жинақтап, жалпы қараша айында бір практикалық конференция, сосын бір көрме ұйымдастырып, жалпы осы сосын мүмкіндігі болатын болса, жалпы Қазақ телефильм студиясын қайта тірілтсек. Өйткені қазір кез келген адам, кез келген топ өздері жеке-жеке мәселен әрқайсысы әр саладан фильмдер жасап жүр. Бұрын Қазақ телефильм студиясында көркемдік кеңес деген болған, әдеби сценарлық кеңес деген коллегиялы түрде шешілетін, фильмдерді қабылдайтын, сценарийді қабылдайтын, сосын фильмнің сапасына көңіл аударатын, жалпы сосын ол фильмдердің әлгі өздерінің өсіріп отырған орталық кинофотода архивіне беретін мәселен енді. Оның бәрі бұлай жүйеменен кеңестік кезеңде өзі жүйеленген нәрсе. Ал 91 жылдан бастап қазір мәселен осы мемлекеттік мұрағаттарға ешқандай бірде-бір мәселе, не күнделікті өтіп жатқан хабарлардың микрофондық папкелері, не солар жасап жатқан дүниелердің ешқайсысы бұл жерге түспей жатыр. Ал бізде күн сайын қаншама дүние жасалып жатыр, қаншама істер атқарылып жатыр, қаншама жақсы нәрселер өмірге келіп жатыр. Ал соның бәрі мәселен өздерінің қобдишаларында сақтап қойғаннан көріп мәселен болашақ ұрпақтың мұрағатына әкеліп өткізіп болашақ ұрпақтың қажетіне деп осы жерге табыстаған өте орынды деп есептеймін. Кинофото құжаттар мұрағатына қолындағы жинақталған материалды қазір әкеліп мұрағатқа өткізіп, сосын мұрағаттағы бар материалдарды ертең кітапқа пайдалану мәселесін қазір сондай келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жалпы енді алдағы уақытта әрине егер бұл іс жалпы қоғамдық маңызы бар өте. Талғын мемлекеттік үкіметтік деңгейде шешілетін мәселе. Ол жалғыз менің жеке болмаса мынау музей мұрағаттың жеке ғана ісі емес, бұл халықтық деңгейде шешіледі. Егер біз болашағымызды ойласақ, ұлттығымызды ойласақ,
сосын тарихымызды жинақтаймыз десек мәселен, сосын еліміздің шежіресін жасаймыз десек, біз осындай мәселелерге өте кәдімгі көз жұмбайлықпен емес, кәдімгі адами тұрғыдан, азаматтық тұрғыдан жұмыс істеуіміз керек.